Қазақстан мұсылмандарының тұғырнамасы 2 бөлім. Алхамдулиллахи Rabbil alamin, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Амма ба'д. Ахирет күніне сену. Бірінші, ахиретке сену және қияметте болатын істердің барлығын мойындау парыз болып есептеледі. Екінші, қабірде екі періштенің сұрақ алатындығы, сондай-ақ онда азап пен рахаттың болатындығы хақ. Оны жоққа шығару көпірлікке апаратын адасушылық. Үшінші, қияметте қайта тірілу, махшар, есеп, қисап, таразы амал дәптерлерінің берілуі, сират көпірі, жаннат пен тозақ хақ. Мойындамаған адам діннен шығып кәфір болады. Төртінші, жаннат пен тозақ мәңгілік. Жаннаттықтар онда мәңгі рахат өмір сүреді. Кәпірлер тозаққа түскеннен соң оның алдында мәңгілік азап шегеді. Ал күнәларының есебінен тозаққа түскен иманды жандар күнәларына сай жазасын алғаннан кейін тозақтан шығарылып жұмаққа кіргізеді. Ақидаға қатысты қосымша мәселелер. Бірінші, үлкен күнә жасаушы адам діннен шықпайды, алайда күнәһар мұсылман саналады. Оны Аллах Тағала өз қалауынша жарылқайды, немесе азаптайды. Екінші, пенденің іс-әрекеттері әуелі Аллах Тағаланың жаратуымен, сосын өзінің яки пенденің өзінің еңбегімен жүзеге асады. Үшінші, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шапағаты хақ. Төртінші, лаухул махфуз бен қаламның бар екеніне иман келтіру парыз. Бесінші, аршы мен күрсінің бар екендігі хақ. Аршы жаратылыстың ең үлкені. Алтыншы, сахабалардың ешбірін бөліп жарып алалауға болмайды. Жаннатқа кіреді деп сүйіншіленген 10 сахабаның жұмақтық екені хақ. Жетінші, тақуа көрінген адамның жаннаттық, ал күнәһар адамды тозақтық деп кесіп айтуға болмайды. Сегізінші, Аллах Тағала шынайы тәубе еткен пенденің күнәсін бәрін кешіреді. Тоғызыншы, әулиелер мен пайғамбарлар абзал болып есептелмейді. Яғни әулиелер пайғамбарлардан абзал болып есептелмейді. Оныншы, пайғамбарлардан оларға Алланың сәлем болсын кейінгі адамдардың ұлығы Абу Бәкір радиаллаху анху, Умар радиаллаху анху, Осман радиаллаху анху және Әли, Алла оларға разы болсын. 11-ші, сахабаларға тіл тигізу адасушылық болып есептеледі. 12-ші, әулиелердің кереметі хақ болып есептеледі. Шариғат негізі фиқх. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы шариғат мәселелерінде Абу Ханифа мазхабының басшылық алады. Шариғатты зерттейтін ілім фиқх деп аталады. Ханафи мазхабының негізін қалаушы Нұғман ибн Сәбит имам Азам Абу Ханифа хижри жылы бойынша 80 жылы туылып, 150 жылы қайтыс болған. Милади жылы бойынша 699 жылы туылып, 767 жылы қайтыс болды. Ханафи мазхабын әлем мұсылмандарының шамамен 50%-дан астам ұстанады. Бұл мазхаб Қазақстан мұсылмандарының сан ғасырлардан бері ұстанып келе жатқан сара жолы. Ханафи фиқхы аят хадистердің негізінде төменгі мәселелерді қамтиды. Бірінші, ахкамул ибадат, құлшылық үкімдері. Намаз, ораза, қажылық, зекет, құрбандық секілді Аллах Тағала мен пенденің арасындағы қатынастарды реттейтін құлшылыққа қатысты үкімдер. Екінші, ахкамул муамалат, қарым-қатынастар үкімдері. Келісім шарттар, сауда-саттық, неке, тағы басқа. Қылмыстар мен оларға берілетін жазалар секілді адамдар арасындағы қатынастарды реттейтін үкімдер. Ханафи мазхабы бұдан басқа да көптеген қоғамдық қатынастарды реттейді. Ханафи мазхабы жүйелі ойлаудың үлгісі, азаматтардың арасындағы тепе-теңдікті негізге алған. Уақыт өте келе бір жүйеге түсіп үлкен мектепке айналған, әлемнің түкпір-түкпіріне тараған, төзімділікті насихаттайтын фиқхтық әдістемелердің жиынтығы. Ханафи фиқхындағы жауапкершіліктің түрлері. Бірінші, парыз. Жасалуы нақты әрі анық дәлелдермен бұйырылған амалдар мен міндеттер. Парыздар екіге бөлінеді. Бірінші, фарз айн, яғни әрбір мұсылман үшін орындалуы тиісті парыздар. Екінші, фарз кифая, әр мұсылманға жеке-жеке міндеттелмеген,
мұсылмандардың кейбіреуі атқарған жағдайда басқа мұсылмандардың мойнына жауапкершілігі түсетін міндеттер. Парыздың үкімі: орындалуы міндетті болған парызды себепсіз өтемегендер күнәһар болады. Екінші, уаджиб. Ханафи ғалымдары парыз бен уаджибті бөлек қарастырады. Уаджибтің орындалуына қатысты келтірілген дәлелдер парыз үкімі сияқты күшті әрі айқын емес. Уаджибтің үкімі: орындалуы міндет, орындалса сауап, орындалмаса күнә ретінде есептеледі. Уаджибті парыздан айырмашылығы: уаджибті мойындамаған кісі діннен шықпайды. Үшінші, сүннет. Ислам құқығы бойынша сүннет пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам парыз бен уаджибтен бөлек істеген, әр істеуге ынталандырған іс амалдары. Сүннет өз ішінде үшке бөлінеді. Бірінші, бекітілген сүннет, сүннетул муаккада. Екінші, бекітілмеген сүннет, сүннету ғойри муаккада. Үшінші, қосымша сүннет, сүнна заваид. Сүннеттің үкімі: бекітілген сүннеттердің орындау мол сауапқа кеңейтіледі. Немқұрайлы қарап немесе әдейі орындамаған кісі ақиретте жазаланбаса да Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шапағатынан махрұм қалуы мүмкін. Мұндай сүннетті біле тұра істемеу тәнзихи макрух, жағымсыз іс. Сүннеттерді өзгерту бидғат һәм адасу болып есептеледі. Бекітілмеген сүннетті орындау сауап, ал орындамау макрух емес. Бұл санаттағы сүннеттерді орындамау күнә болып саналмайды, әрі ақиретте жауапқа тартылмайды. Төртінші, мустахаб және оның үкімі. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кейде ғана жасаған амал құлшылықтары. Мустахаб амалдар құлшылық ғибадатын салмағын арттырып, адамдар арасындағы өзара қарым-қатынастардың ізгіленуіне арқау болатын адами құндылықтарға саналады. Мустахабты орындау сауапты іс, ал орындамау оның сауабынан құралаған қалдырады. Бесінші, мубах. Мубах рұқсат етілген, оны орындағанда, орындамағанда сауап немесе күнә жазылмайтын амалдар. Алтыншы, харам. Шариғат бойынша тыйым салынған іс-әрекеттер мен нәрселер. Харамның үкімі: харамды тәрк ету парыз, оны жасаған адам күнә арқалайды. Харамды егер мойындамаса, діннен шығады адам. Жетінші, макрух немесе және оның түрлері. Макрух жасалуы құпталмаған, ұнамсыз, жағымсыз іс-әрекеттер мен нәрселер. Ол өз ішінде екіге бөлінеді: тахрими макрух, харамға жақын макрух. Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам құптамаған іс-амалдар. Бұл санатқа харамға жақын макрух нәрселер жатады. Және тәнзихи макрух, халалға жақын макрух. Аллах және оның елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам нақты тыйым салмаған іс-әрекеттер мен нәрселер. Макрухтың үкімі: тахрими макрухты жасамау сауап, ал оны жасау ақиретте азапқа душар етуі мүмкін. Тәнзихи макрух істерді жасау ақиретте азапқа душар етпейді, бірақ оны тәрк ету сауап болып есептеледі. Имам Абу Ханифа және Ханафи ғалымдарының фиқх әдіснамасына сүйенген дәлелдері. Бірінші, Құран кәрим. Құран кәрим ислам шариғатының негізі. Исламның жалпы қағидалары Құраннан алынады. Екінші, сүннат. Сүннет Аллахтың саллаллаху алейхи вассалам елшісінің шариғат үкімдерінен қамтыған сөздері, іс-әрекеттермен мақұлдаған істері. Үшінші, иджма. Иджмағтың фиқх әдіснамасындағы мағынасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүние салғаннан кейін мұсылман мүжтәһид ғалымдарының бір дәуірде белгілі бір діни үкімге бір ауыздан келісуі. Иджма нақты дәлел санатына жататындықтан, оған күмәнмен қарап қарсы шығу ол адасушылық болып есептеледі. Төртінші, қияс. Құран аяттары мен хадистерінде және иджмағда ашық үкімі жоқ қандай да бір қалыптасқан ахуалды Құран мен хадисте сөз болған қандай да бір жағдаймен салыстыра отырып, ұқсастығына қарай шешім шығару. Қияс нақты бір негізге сүйенгенде ғана дұрыс саналады. Қияс арқылы Құран мен сүннеттен негізі бар бір үкім шығарылады. Бесінші, сахаба сөзі.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен кездесіп, оған иман келтірген және мұсылман күйінде қайтыс болған кісіні сахаба дейді. Негізінде көптеген фиқх ғалымдарының көзқарасы бойынша ижтихадпен шешілмейтін бір мәселеде сахабаның сөзі дәлел бола алады. Алтыншы, истихсан. Мүжтәһидтің қандай да бір мәселеге қатысты қияспен екі түрлі үкім беруі мүмкін болған жағдайда қолайлы үкім шығару. Истихсан әдісі қиындықты тастап, жеңілін таңдау принципі негізінде жүзеге асады. Жетінші, әдет ғұрып. Қандай да бір елде көпшіліктің қолданысына енген белгілі бір іс-қимыл әрекеттен тұратын және сол халықтың өмір сүру салтына айналған әдеттер жиынтығы, шариғат негіздеріне қайшы келмей, арамды адалды арам қылмайтын, адамдар арасында әдетке айналған салт дұрыс сахих ғұрып болып саналып негізге алынады. Фиқх әдіснамасындағы қосымша дәлелдер. Сегізінші, истислах. Истислах масалиху мурсаламен үкім шығару. Масалиху мурсала қоғам игілігі үшін көзделген істер. Исламда қолданылған игі істер мына 5 нәрсені қорғау мақсатында бағытталған. Олар дін, мал-мүлік, жан, ақыл және ұрпақ. Аят хадиспен белгіленбеген игі істер масалиху мурсала, ижтихад алаңына қалдырылған игі істер деп аталады. 9-шы, истисхаб. Бұл бірге болу және бір нәрсеге ие болу деген білдіреді. Ислам құқығының бір термині ретінде истисхаб бір нәрсені сол күйінде қалауы болып есептеледі. Яғни бұрын бекітілген үкімнің жаңа дәлел табылғанша өзгеріссіз жалғасуы. 10-шы, саддус зарайх. Күнәға себепкер болатын жолдардың алдын алу мақсатында берілген үкім саддус зарайх деп аталады. 11-ші, бұрынғы шариғаттар. Хазірет пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламнан бұрынғы шариғаттардың үкімдері ислам шариғатында қайшы келмеген жағдайда негізге алынады. Алайда бұрынғы шариғаттардың үкімдері Құран мен сүннеттен ғана алынады. Ислам этикасы, ахлақ. Ислам этикасы ізгілік, адамгершілік, мінез, құлық нормалары мен ұстанымдарының жиынтығынан тұрады. Ол мейірімділік, төзімділік, ықыластылық, шыншылдық, тазалық, жомарттық, бауырмалдық, кеңпейілдік, аманатқа қиянат жасамау, ар-намысты сақтау, уәдеде тұру сияқты көптеген жалпы адамзаттық құндылықтарды қамтиды. Екінші, ислам зайырлы мемлекет және зайырлы қоғам. Мемлекет жанымызды, дүние мүлкімізді, дінімізді, ар-ождан мен қадір-қасиетімізді ішкі және сыртқы дұшпандардан қорғайтын жоғарғы саяси институт. Мемлекет болмаса жеке адам өзінің дұшпандарынан қорғай алмайды. Анархияға жол беріліп, әділетсіздік орын алады. Ондай кезде адам құқығы аяққа тапталады. Мемлекетсіз ұлттың мәртебесі сақталмайды. Зайырлы мемлекет ұғымы дінсіз мемлекет деген түсінікті білдірмейді. Кез келген зайырлы мемлекетте дін жоққа шығарылмайды. Керісінше мемлекетте мекен еткен азаматтардың діни ұстанымдарына еркіндік беріледі. Сенім бостандығына нұқсан келтірмейді. Азаматтардың таңдауына сәйкес діни ұстанымдары заңмен қорғалады. Зайырлы қоғамда ұлттар мен ұлыстардың діни сенімі бойынша бөлінуіне жол берілмейді. Құранда да зайырлылықтың белгісі көрінісін тапқан. Әл-Бақара сүресінің 256 аятында пенде баласын дінге мәжбүрлеп кіргізуге рұқсат жоқ деп бұйырылған. Бұл аятта әрбір адам баласына ар-ождан бостандық берілгені жайлы баяндалады. Дініміз мемлекет алдында өтелуі тиіс мына міндеттерді орындауға шақырады. Салық төлеу, заңдарға құрмет көрсету, халықтың амандығы үшін және бейбіт рахат өмір сүру үшін құзыретті органдар бекіткен қағидалар мен ережелерге мойынсыну, әскер қатарында борышын өтеу, міндетті зайырлы орта білім алу, қоғам мүлкіне аманат ретінде қарау, адал еңбекпен мемлекеттік қызмет ету.
ислам түрлі ұлт пен дін өкілдерінің тұрағына айналған зайырлы қоғамда азаматтарын түрлі діни сенімдеріне құрметпен қарауға үндейді және мұсылман қауымын оған тәрбиелейді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам мұсылман үмметін өзге дін өкілдерінің сенімі мен ғибадатханаларын құрмет көрсетуге шақырған.